Сәлем достар, сіздермен бүгін біз Әлемері каналы жезе біздің видеомызға қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі видеомыз өте бір қызықты бір видео болайын деп тұр. Себебі бізде бүгін влог плюс get ready with me болады. Біз бүгін қайда жиналамыз, не тойлаймыз, короче, барлығын сіздерге қазір макияж барысында айтып беретін боламын. Сондықтан да давайте соңына дейін видеоны көріңіздер. Бүгінгі влог және де менің туған күнімнің уже 3-ші бөлімі болып саналады. Я, менің туған күнім өте ұзаққа созылып кетті, но бұл влог өте қызықты болайын деп тұр. Ал мен бастаймын. Ең бірінші сіздерге бүгін концертке баратын туралы айтып бастайын. Бүгін біздің Астана қаласында Тұрардың концерті болады. Яғни Тұрар әншіні білетін шығарсыздар. Осы Қазақстанға тур жасайын деп жатыр. Және де бірінші қаласы осы Астана қаласы. Бүгін бізде негізі 10 октябрь емес. Бүгін 12 октябрь. Және де мен нешін туған күнді әлі тойлап жүр десеңіздер, қазір айтып беретін боламын. Өздеріңіз танитын шығарсыздар, Ажар мен Еркежанды, менің лучшая подругаларым Таразда. Қазір олар енді Таразда, мен Астанада, и біз деген бір-біріміздің туған күнімізге бір нәрсе беретінбіз. Және де бұл жолы менің туған күніме Тұрар әнші келе жатқандықтан сол концертке билет алып берген болатын. Астана қаласында бірінші Тұрардың сольный концерті және де ауқымды, прям күшті масштабны болып өтеді деп ойлаймын. Сол себептен бүгінгі күнімді өте күшті өткізуге тырысамыз. Және де бүгін күштілеп бояну керек маған. Және де мен өзім ғана бармаймын, Алия екеуміз бірге барамыз. ютубқа, инстаграмға барлығына түсіретін боламыз. Мен өте көп болды осылай боянбағалы. Себебі повод таппай жүрдім осылай боянуға. Менде қазір айна жоқ, сол себептен мен деген осы камераға қарап боянатын боламын. Мен деген бірінші рет осындай ауқымды концертке бара жатырмын. Таразда болған кезде андай концерттер болатын, кішігірім баласағында деген секілді, но бұндай үлкен концерттерге бармаған. Бізде қазір сағат 4:25 кетті. Концерт 8-де басталады. Біз неге ерте 4 сағатқа ерте боянып бастап жатыр десеңіздер, себебі біз деген сіздерге видео түсіреміз. Одан қалса тиктоктар, сондайлар түсіретін боламыз. Сол себептен ерте боянған жөн деп санадық. Бір күштісі, мен деген қазір не кием деп отырмаймын, себебі әлі мен туған күніме Қазақ Репабликтен свитшот алып берген болатын, и соны кие саламын, потому что оны әлі еш жерге кимедім. Енді қазір консилер жағатын боламыз. Вот бізде консилер уже бітіп жатыр. Біздің консилер өте тез бітеді. Ой, бүгін менен тиктоктар прям күшті контенттер күтіңіздер. И, кстати, мен деген сіздерге бір күшті бір жаңалықпен бөліскім келіп тұр, себебі өзім қатты қуанып кеттім негізі. Менің бүкіл таныстарым мен тиктокер екенімді білген кезде стримге не үшін шықпайсың деген сұрақ қояды. Бірінші сұрақтар сол болады. Мен негізі өзім де былай отырып, макияж жасап, стримге шығып, сөйтіп жасаған келеді. Білмеймін, короче, тиктоктың правиласы бойынша 16-ға немесе 18-ге толмағанша сен ешқандай ондай стримге шыға алмайсың. 2 күн бұрын туған күнім болды, және де менің тиктогым енді стримге шыға алады. Наконец-то енді мені стримде көре аласыздар. Бір күні Құдай қаласа стримге шығатын боламын. Алия бірақ 17-те болса да ол стримге шыға алмайды. Не себепті деп ойлайсыздар? Қазір енді пудра жағатын боламыз. Негізі мен консилер жаққан кезде байқап тұрсыздар, көзім күшейіп кете ма бір нәрсе. Айтпақшы, біздің отбасыда бір күшті жаңалықтар болып жатыр. Сіздерге ол туралы енді инстаграмда немесе ютубта білмеймін бір жерде бөлісеміз. Все бетім инста маска эффект болып тұр. Енді бізде келесі контуринг, одан кейін румяна, но менде контурингта румяна да жоқ. Сол себептен біз деген тенейді қолдана береміз. Мына жақта қоңыр тенейді аламыз и көрдіңіздер ме, осылай жаға береміз. Және де шекемізге жасаймыз. Осылай. Келесі енді бізде румяна бізде жоқ, бағана айтқандай. Сол себептен тенейді ала саламыз. Тенейдің розовый оттенектің осылай қатталамыз. Мына жақта розовый тұрады. И бетімізге осылай жай жағамыз. Все, бізде осындай бетімізде основа шықты. Қазір біз деген тушімізді қолданатын боламыз. Мен деген қазір өзім тез қасымды бояп шығатын боламын. 1 сағат стрелкалармен отырдым, потому что стрелкалар өте ыңғайсыз болып кетті сызу. Енді қазір тезірек осы қастарымды жасап біткеннен кейін сіздермен бірге менің шаштарымды жасайтын боламыз. Қасымды осылай жатқызамыз. Просто посмотрите, қасым қандай четкий және қап-қара болып шықты. Маған негізі бұндай қастар ұнамайды. Прям бітіріліп тұрса, мен өшірем, потом қайтып жасау керек болады. Былай қараса негізі нормально, но қап-қара қасым
Өте странно тұрған сияқты. Короче, мен деген боям біттім, но маған негізі макияжым былай қатынап тұрған жоқ, потому что қасым өте қатты болып тұр. Шашыма өтейік, мен қазір бірінші тез кептіремін бұл шашымызды. Волнистый локонды, короче. Сіздерге макияжым қалай болып тұр? Мен деген уже киініп, шашымды жасап алдым. Шашымды, короче, осындай волнистый қылып жасадым. Өзіме ұнап тұр, барлығы нормально шықты. И үстіме Алия берген свитшотын киіп алдым. Енді қазір біз уже шығатын боламыз. Сағат бізде уже 6-дан кетті. И бізде концерт 8-де басталады. Сол себептен біз бірінші Алия екеуміз папа үлкенбейтін шығар біз алып кетіп, сол себептен автобуспен барамыз. Потом барып қайтқан кезде бірақ папалар алып кетеді. Біз дайынбыз. И қазір концертке келетін әншілердің историяларын көріп жатырмыз. Уже олар дайын екен, біз де дайынбыз деп. Алия екеуміз дайын болып шығып бара жатырмыз уже. Қазір автобусқа отыратын боламыз. Сағат бізде 6-дан 10 кетті. Және де қазір біз үлгереміз негізі, потому что 8-ге дейін әлі көп уақыт бар. И мен қазір білген нәрсем, оказывается, біз концерттен тұрып, ән айтып, сіздерге күшті қылып түсіремін деп ойлағам, бірақ та ана жақта, короче, отырады екен біз бәріміз. Короче, көреміз барып. Біз деген түстік, енді қазір жаяу біраз жүреміз, одан кейін уже келеміз. Сіздерге мүлде автобуста түсіре алмадық, себебі адам деген тола болды. Сонына қарай сомен кішкене ғана түсірдік. Дала деген осы күшті болып тұр, қараңыздар. И мынау Алия бізде. Қазір уже бізде сағат, конкретті сағат бізде 7 болайын деп жатыр. 3 минут қалды жетіге. Және де 1 сағат енді күте тұрамыз, сөйтіп кіреміз концертке. Біз уже ішіне кірдік. И ана жақта бізді, короче, проверка жасады. Барлық билетімізді тексеріп. Ана жақта Алия. Ана жақта, короче, ондай сататын заттар. Вот осындай жейтін заттар. Қазір Алия екеуміз аламыз деп тұрмыз, потому что қарнымыз ашып тұр біздің де. Қазір барлық күтіп жатыр. Біз деген уже орнымызға жайғастық. Қараңыздар, қандай идеальный местеден алғанбыз біз. Прям тұрарға тиіп тұрамыз. Қазір ана жақта тұрады примерно. И зал осында үлкен екен. Қазір барлығы өз орындарына жайғастырып жатыр. Қазір выступать етеді уже. Ана жақта тұрар деп әдемі болып тұр. Қасымда Алия. Негізі видеода алыс болып көрінеді, но негізі жап жақын. Айтпақшы бір прикол айтайық. Мына залда ешқайсында фисти жоқ. Вот сіздерге факт, потому что біз фистиді бір глоток жасадық и алып кіріп баратқан кезде, короче, фисти емес су ғана болады деді, сөйтіп фистиіміз алып қойды. Ну, алып қойды дегенде, короче, қойып кетіңдер деп айттым. Сол, мынау залда ешқандай фисти жоқ деп санай беріңіздер. Отырмыз, біз негізі тұрып тұрамыз деп ойлағанбыз концертке келген кезде, но жоқ ондай болмайды екен. Бізде әлі бастамады, и біз күтіп отырмыз. Шашым уже түсіп баратыр. Фонарикпен кеткен ба? Короче, барлық уже басталуда қалып жатыр, потому что сағат бізде, посмотрите, 8-ден 11 кетті. И бізде әлі басталған жоқ. Бізде наконец-то свет өшті. И қазір уже басталады. Тұрар ма? Әйно, тұрар емес қой. Тұрар емес. Қойсты, амансы, жақсы. Астана, сәлем, кеш жарық. Уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Енді бүгінгі кешімізді бастайтын Тұрардың бауыры, Тұрардың інісі. Бұл жігіттің қазір ән шырқаған кезі. Саған осы жігіт айта ма не? Дейсіздер. Достар, короче, бірінші бір баға деген. Кешері Астана. Бізді басқа досым өмірдегі бекте, бір үшін келеді ал біреуге тек. Жанды болсын, бұл ашаға. Тұрардың Астанадағы алғашқы үлкен концерті. Біз бастаймыз!
кішкене қол ұстап. Көріпсіздер ма? Бірақ зал толған ғой. Бізде бүгін хабар агенттігі түсіріп отыр. Өзіңе едім тілегімді бір бақытым бар шығар маңдайыма жазылған бір бақытым бар шығар менде ақыма ойыншы жан шығар жан шығар шығар әлемнің мені сенді үміт алдарыңызда мен шынында жақсы көретін үлгі тұтатын адам менің досым Райм. Ассалаумағалейкум астана. Көңіл күйіңіз қалай? Сенің ұлың текайым Жақсы сурет болса шыны. Подарка беріп жатыр, короче, соны ашып жатыр, қазір тұрар. Біреудің портреті ғой. Қандай әдемі, мозаика. Үлкен рахмет. Тұрарым 2 жыл дейді. Ой, үлкен рахмет. Бұл мен фан аккаунтым жүргізетін қыз ғой, үлкен рахмет саған. Бәріміз қалай жаңа жігіттер түсіреді ақтан түсіріп отырсыздар ма? Сен сүйеді соңғы жүректі жүректе сенсің жүректі енді мені кешір жаным
осымен біздің видео аяқталды. Сіздерге видео ұнаса лайктарыңызды басып, өз пікірлеріңізді комментарияға жазуды ұмытпаңыздар, және де біздің арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Бұл видеода сіздерге концерттің атмосферасын сезіндіре алдық деген ойдамыз. Келесі видео қандай болсын комментарияға жазып кетіңіздер. Сіздермен болған біз Әлем Медиа каналы. Пока-пока.